Сәлем балақай, каналда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер бірге математика пәнінен 60-шы сабақ пысықтау сабақтарының тапсырмаларын орындаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Уақытты анықта. Балалардың музыка үйремесі сағаттарда көрсетілген уақыттарда басталады. Олар үйден сабақ басталатын уақыттан 1 сағат ерте шығады. Олар үйден сағат нешеде шығуы керек? 1 сағат ерте шығатын болса, кәне бұл жерде сағат таңғы 9-ды көрсетіп тұр. 1 сағат ерте шығатын болса, кейінге қарай жылжимыз, 9-дан 1-ді азайтамыз, сонда 8-де шығу қажет. Келесі бұл сағат 10-ды көрсетіп тұр. 1 сағат ерте шығатын болса, бұл сағат 9-да шығады. Келесі 8-ді көрсетіп тұр. 1 сағат ерте болатын болса, яғни 8-ден 1-ді азайтамыз, 7. 7-де шығуы қажет. Келесі 2-ні көрсетіп тұр. Келесі есепте салыстыр. 1 дециметр 20 сантиметр. 1 дециметр дегеніміз бұл 10 сантиметр. 10 сантиметр бізде 20 сантиметр артық. 2 килограмм 4 килограмм. 4 килограмм артық. 8 литр 6 литр. 8 литр артық. 10 сағат 9 сағат 10 сағат артық. 6 сантиметр қосылған 3 сантиметр 9 сантиметрге тең. 9 сантиметр дегеніміз бұл 9 дециметр. 9 сантиметрге тең. 1 дециметр дегеніміз бұл 10 сантиметр. Сонда 1 дециметр артық. 2 сағат қосылған 3 сағат бұл 5 сағат. 8 сағат артық. 9 литр азайтылған 2 литр 7. 7 мен 7 тең. Келесі 10 килограмм қосыл 10 килограмм 40 килограммнан 20 килограмм азайтатын болсақ 20 килограмм. Сонда бізде артық 20 килограмм. Келесі 3-ші тапсырмаға қараймыз. Таразы табақшасында алмұрт, алма және апельсин бар. Жемістердің ең ауыры қайсысы? Кәне бұл жердегі алма менен апельсин таразда тұр. Бұл жердегі алманың салмағы басым. Енді осыны алма мен алмұртты таразыға өлшейтін болсақ, алмұрт басымдылық болып тұр. Сонда алмұрттың ең ауыр екендігін білуге болады. Келесі 4-ші тапсырма. Бөлшектердің ұзындығын өлше. Яғни бұл жердегі жасыл, көк және қызыл түсті бөлшектердің ұзындығын сызғыштың көмегімен өлшеу қажет болады. Мысал ретінде, мына жасыл түсті бөлшектің ұзындығын 5 сантиметр, қызыл түсті 4 сантиметр және көк түсті бөлшекті 3 сантиметр деп алайық. Енді бұл жерде біздер салыстыру құрастыруымыз қажет. Бірінші тұрған сан артық, яғни бұл жерде 5 болуы мүмкін. 5 сантиметр артық 3 сантиметрден. Келесі қосынды құрастыр және есепте 3 сантиметр қосылған 4 сантиметр тең болады 7 сантиметрге. Яғни біздер көк түсті және қызыл түсті бөлшектерді бір-біріне қостық. Осы сияқты жасыл мен көкті немесе жасыл мен қызылды қосып мәнін тапса болады. Бүгінгі сабақтың тапсырмалары аяқталды. Тапсырмалардың барлығы түсінікті және оңай болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше.